Аттила мен Кримхилда. Ғұндар жаңа жер Еуропаға аяқ басқалы, олардың негізгі қарсыласы болған германдықтар бір орталыққа бағынбаған еді. Олар алақандай жерде әркім өз корольдігін құрып, бас-басына жеке би болып отырды. Бір жағынан тардай шашылған мұндай ұсақ корольдіктермен соғысу қиынға түспейтін. Өйткені олар өзара кикілжіңмен жүріп, бірінің басына іс түскен кезде екіншісі көмекке келуге асыға қоймаған. Алтау ала болса, ауыздағы кететіннің кері келіп, олар өзара қырқысуын кесірінен әлі күнге дейін дұшпандарына қарсы күш біріктіре алмай келе жатқан. Осылайша бастары қосылмай жүргенде көп ұзамай Аттила мен германдықтардың Бургундия корольдігінің жолдары түйісті. Мүдделері тар жерде тап келген олардың арасында әртүрлі себептермен қақтығыстар жүрді. Осының нәтижесінде он әскері 437 жылы орталығы Вормс қаласы болған Бургундияны түгелдей басып алады. Осынау үлкен соғысқа, яғни Бургундияның күйреуіне, ғұндармен ұрыстың басталуына негізгі себеп бар. Ол кейінгі жылдары талай ғасырлар бойы ақын жырауларының ән жырларына арқау болған ашықты оқиғасы еді. Рұғила әміршілік құрып тұрған заманда Бургунд корольдігінің билеушісі Гунтер патша болған. Сонымен бірге алақандай Еуропада орналасқан көп корольдіктердің бірі Рейн өзенінің төменгі ағысында орналасқан Франк корольдігі еді. Бір күндері Франк королінің баласы Зигфрид Гунтердің қарындасы Кримхилданың керемет сұлулығын бірден бірге жеткен ұзынқұлақтан естіп келеді. Патша баласының жанында жүрген нөкерлерінің бірі: «Ханзада, Кримхилда сұлуға лайық бір адам бар болса, оны сіз деп білемін», деп естігендерін жайлап құлақ қағыс қылды. Бұрын естіп жүрсе де, елдің көп қауесеттері деп мән бере қоймаған Зигфрид нөкеріне күле қарап: «Япыр-ай, сенің ендігі ойлағаның менің аяғыма тұсау салып, үйлендіру болды ғой шамасы», дейді. «Жоқ, ханзадам, дегенмен ел мақтаған жігітті қыз жақтаған деген сөз бар емес пе? Елдің аузының суы құрып айтып жүрген аруға қол жеткізсеңіз, нұр үстіне нұр, мәртебеңіз арта түсер деген ой еді ғой айтпағым», дейді басын иіп ілтипатпен. «Жарайды, онда бір көрерміз», деп ойланып қалады. Іштей Вормс қаласына айдай сұлу Кримхилданы іздеп баруға бел буады. Алайда Гүнтердің сарайына не деп барамыз? Қыз көре келдік дегеннің реті бола қояр ма екен? «Ұлы ханзадам, Бургунд патшасының жорыққа адам жиып жатқанын естіген едім. Ол бастаған батырлар, жауырыны жерге тиіп көрмеген палуандар Гүнтер байрағының астынан табылып, жорыққа шықпақ дейді. Бәлкім, сәтін салып жолыңыз болып жатса, Кримхилда сұлуды сол жерден көріп қаларсыз». Нөкермен келіскендей Зигфрид үндемеді. Бірақ әлденеге бел буғандай болып бұрылып қарады да: «Несі бар? Атың барда ел таны, желіп жүріп» дегендей бой сергітіп қайтайық. Осы әңгімеден біраз күн өткеннен соң Зигфрид қасына жолдас ертіп Бургунд патшалығына сапар шекті. Бургунд патшалығына келген Зигфрид бірден патша сарайына бармақ болған. Алайда бұл патшалыққа ат басын тірегелі байқағаны, ел ішінде әлденеге алаңдаған бір әбігер бар. Ел ішінде қарулы адамдар көбейіп, әр жерден әскери топтар жиі бой көрсетіп қалып отырды. Бұның бәрін байқап келе жатқан Зигфрид нөкеріне бұрылып: «Бұның себебі не болды екен?» деді. «Шамасы Бургунд патшасы Гүнтердің жасамақ болған жорығына байланысты шығар». Зигфрид нөкеріне өздерінің кім екендерін білдірмей жүрудің орынсыз болатынын айтты. Демек, бірден сарайға ат басын тіреу керек пе, әлде керуен сарайға түскендер дұрыс бола ма, деп екеуара әңгімелесіп келе жатқандарында сарай жақтан қарулы қол сақшылар көрінді. Жан-жақтарына жіті қараған олар басқалар арасынан ерекшеленіп көзге ұрып тұрған Зигфрид пен оның нөкерін бірден байқады. Қарабайыр ел ішінде түр тұлғасы, киген киімімен жүріс-тұрыстарынан жай адамдар емес, бекзат топтан екендіктері анық байқалып тұрған екеуіне сақшылар бұрылып тайып келді де: «Мәртебелім, сіздердің кім екендеріңізді білуге бола ма?» деп сұрады. «Не болып қалды? Біз күдік күмән тудыратындай адамдармыз ба?» деп Зигфрид оның сұрағына сұрақпен жауап берді. «Жоқ, алайда біздің патшалық соғыс жағдайында болып тұрған соң кім келіп, кім кетіп жатқанын білуге міндеттіміз. Ендеше алдарыңда тұрған Франк корольдігінің ханзадасы
Асыл текті Зигфрид, деді бұл жолы нөкері жауап қайтарып. Мұны естіген сақшылар басшысы құрметпен басын изеді де бойын түзеп, алыс елден ханзаданың қонаққа келгенін патша ағзам Гөнтерге жеткізуге рұқсат етіңіз, деді. Біз бұнда келгенімізді ешкімге жария етпей ақ қойсақ деп едік. Сақшылар басшысы сұраулы жүзбен оларға қасын керіп қарады да, оның себебі бар ма? Деді. Мұны естіген Зигфрид қабағын түйіп, ханзаданың сақшы алдында есеп беріп тұрғанын бірінші рет естуім, деп кекесін деді. Кешірім өтінемін, ханзада. Алайда бөтен елге ханзаданың жасырын келгенін бұрын соңды мен де естімеп едім. Кімнің алдында тұрғаныңды ұмытпа, сарбас, деп Зигфридтің нөкері әңгімеге араласып, расымен де ұлы мәртебелі ханзада Зигфридтің қалағанынша жүріп тұруға еркі бар. Дегенмен, деді сақшылар басшысы әдеппен, сіздердің Вормс қаласына келгендеріңіз жайлы патша ағзамға хабарлауға рұқсат етіңіздер. Сөйтті де тағы да құрмет көрсете басын төмен салды. Басқа шегінер жер қалмағанын өздерін ешкімге танытпай жүрмек ойларының іске аспайтынын түсінген Зигфрид. Жақсы. Ұлы мәртебелі патша Гөнтерге Франк корольдігінің тақ мұрагері ханзада Зигфридтің қабылдауын өтінетінін жеткізіп бар, деді асқақ түрмен. Оның бұл сөздерінен кейін сақшылар оларға екіге жарылып жол берді де барлығы сарайға қарай бет алды. Ханзада Зигфридтің Вормс қаласына келгенін естіген Гөнтер оны бірден қабылдады. Барлық ресми әдет ғұрыптар сақталып, қабылдау аяқталып қалған тұста Гөнтер патша Зигфридке: жақында Бургун патшалығының қолы жорыққа шықпақшы. Соның құрметіне бүгін кешке сарайда ақсүйектер, қолбасшыларға арналған кеш өтпекші. Сол кешке мәртебелі Зигфрид ханзада сізді де шақырамын, деді қонақ жайлықпен. Бұл мен үшін үлкен құрмет, міндетті түрде қатысамын, деді Зигфрид қоштасуға басын иіп. Зигфрид асыл текті Кримхилда сұлуды осы кеште көрген еді. Қызды көрген заматта сұлулығына тамсанып, арбалғандай қалшиып қалған ол сәлден кейін барып қана есін жиды. Не көріп тұрмын мен, деді Зигфрид өзімен өзі сөйлескендей. Расымен ақ көз көріп, құлақ естімеген сұлулық қой мынау. Апырай, Құдайдың бір адамның басына осыншама сұлулықты бере салған жомарттығы десеңші. Содан соң жанындағы нөкеріне жалт бұрылып: мен қайткен күнде де осы аққуды қолыма қондыруым керек, деді. Әрине, мен сізден басқа лайық ешкім жоқ деп айтқанмын. Сіздің кім екеніңізді білсе, ағасы да қарсы болмас деп ойлаймын. Жоқ, деді Зигфрид. Мен оны атақ абыройыммен, байлық билігіммен емес, өзімнің істеріме тәнті етіп, жүрегін жаулап алғым келеді. Ол үшін не істеуім керек? Ақыл қосшы маған. Қиналғанда қол ұшын берер бір өзің едің, мүмкін бір жолын табарсың. Асыл текті ханзадам, сізге аяқ асты не дерімді де білмей тұрмын. Ендеше өзімнің нағыз ер екенімді көрсетемін. Бәлкім бұл күлкілде көрінер. Алайда ағасына қызметке тұрып, жұмсаған жағына жүруге бел байлап тұрмын мен. Ханзадам, патша басыңызға жараса қояр ма екен бұл іс? Жоқ, не болса да осылай шештім. Ертесіне батыр жігіт Зигфрид Бургун патшасы Гөнтерден өзін қабылдауын өтінді. Өзіңізге өтінішімді қалай білдіруді де білмей тұрмын. Арманым қарындасыңыз Кримхильданы аялап ұстар ақ құсым ету еді. Егер рұқсат беріп, мені көңіліңіз хош көрер болса, не бұйырсаңыз да тартынбас едім. Ойға кеткендей болған Гөнтер үн қата қоймады. Осылайша біраз жер жүріп өткеннен кейін ол басын көтеріп Зигфридке жымия қарады. Батыр жігіт Зигфрид бұны ішінен жақсылыққа жорып қуанып қалды. Бұған көз алмай қараған Гөнтер сол жымиған күйі сөз бастады. Екеуміз мұңдас болып шықтық қой, ендеше. Гөнтердің сөзіне түсініңкіремеген Зигфрид оның бетіне аңырая қарады. Ашығын айтсам, сенің басыңдағы жайт өзімде де бар. Мен тап сен секілді ішіне мұң толған, сүйгеніне жете алмай жүрген бейбақпын, деді алысқа көз салып. Ішке бүккенін айтып ашыла түссін деген оймен Зигфрид патша сөзін бөлмей тыңдады. Гөнтер болса тағы да біраз жер тіл қатпай жүрді.
аттаған адымын санап келе жатқандай, басын төмен салып келе жатқан ол кенет қалт тоқтай қалып, алысқа көз жіберді де: «Зигфрид, айтқанымды түсіне қоймағаныңды сезіп келемін», деп біраз ойланған соң сөзін жалғап кетті. «Менің де сүйгенім бар. Сенен айырмашылығым ол сұлуға қолымның жете қоюы неғайбыл нәрсе. Кейде сүйіктіме қолым жетпей құсада кетемін бе деп те ойлаймын. Менің сүйгенім алыста, сонау Исландия жерінде». Кенет терең күрсінген Гюнтер сөзін ары қарай жалғайды. «Сол Исландия жерінде Брюнхильда сұлу патшалық құрып тұр. Егер сен менің қазір қолға алып жатқан әскери жорықтарыма көмектесіп, сол Брюнхильда сұлуға қолымды жеткізсең, еш қарсылығым болмайды». Гюнтердің бұл сөздерінен қанаттанған Зигфрид оның әскери жорығына үлкен көмек көрсетіп, өзіне бөлініп берілген сарбаздарға қолбасшылық етті. Исландияға жасалған жорық барысында Зигфрид басын талай қауіп-қатерге байлады. Алайда Зигфрид ғашығына жетер жолдағы басты қатер қару асынған жаудан емес, жымия күліп, жымсия басып жүрген жандардан болатынын білмеген еді. Зигфридтің Гюнтер сарайына келген күннен бастап күтпеген жерден осы арадан бақталасы табылды. Ол Кримхильда сұлуға ғашық Гюнтердің нөкері Хаген фон Тронне атты адам болатын. Франк ханзадасы Бургунд патшасының сарайына тегін келмеген бірден сезген Хаген оның түпкі мақсатын біліп алмақ болып жанталасты. Әрі Зигфрид пен патша Гюнтердің басқалардан оңашаланып сөйлескендерде мазасын кетірді. Зигфрид Гюнтердің келісімін алып, қуанышты күйде сарайдан шыққан көрген соң, ебін тауып патшадан не жайлы әңгімелескендерін де біліп алады. Осы кезден бастап ол ішінен жауыздықтың жоспарын құрып, қалайда Зигфридтің көзін жойды ойластырады. Зигфрид болса, көп қиыншылықпен қолы жеткен Брюнхильданы Бургунд патшалығына аман сау алып келіп, өзінің досы Гюнтерге табыс етеді. Исландия ханшайымы Брюнхильда Зигфридпен таныс болған аз уақыттың ішінде-ақ оған көңілі кетіп, өзі ғашық болып қалған екен. Брюнхильданың өзіне өзгеше ықылас көрсетіп, жақын тартып жүрген байқаған Зигфрид одан бойын аулақ ұстады. Ол Брюнхильданы Гюнтерге қосқанша араға сызат салмай Вормс қаласына жеткізді. Осында келгенге дейін Зигфридке тұрмысқа шығамын деп ойлап келген Брюнхильда алданып қалғанын білмеді. Ал Зигфрид оны алдаусыратып әкеліп Гюнтерге қосты. Көп ұзамай әйгілі сұлу Кримхильдаға өзі де қол жеткізді. Зигфридтің Брюнхильданы Гюнтерге табыс етпек болған күні екеуі бір-бірімен қысқа ғана тіл қатысып сөйлескен еді. «Зигфрид, мені сонша жерден осы араға алып келгеніңде бір мән бар шығар деп ойлаймын. Саған деген сезімімді қазір айтып жату тым асығыстық болар еді. Түсінісімізге әлі уақыт бар шығар». «Әрине, мен сенің асығыс шешім жасағаныңды қаламаған болар едім. Маған деген сезімге рахмет», деді Зигфрид. Содан соң әлдене айтпақшы болғандай оқтала түсті де ол ойынан айнып қалды. Зигфрид ештеңе демеген соң Брюнхильда бұрылып кішкене сандықшадан әлденелерді алды да Зигфридке ұсынды. «Мыналарды көзімде көріп ұстап жүргеніңді қалаймын. Бұл не?» «Саған адалдығымның, сенімімнің белгісі, Сақина, және не іс болса да мен сенімен белді бекем буып шығарымның ишарасы белбеу. Осы екеуін қабыл ал». Брюнхильданың сыйлықтарын үнсіз алған Зигфрид әлденеге толқулы күйде басын иді де бөлмеден шығып кетті. Брюнхильданы мұнда алып келгенін айтуға оның батылы бармады. Бір жағынан өзінің Кримхильдаға қолы жететіннен басқа ештеңені ойламады. Біраз уақыт өткен соң Кримхильда мен Брюнхильда ханшалардың арасында болмашы нәрседен жанжал шығады. Бір күні Брюнхильда Кримхильданың буынып жүрген белдігі мен тағып жүрген сақинасын көріп қалады. Оларды баяғы неке күні Зигфридке өзі берген еді. Ал Зигфрид өз қалыңдығы Кримхильда сұлуға әкеліп сыйға тартқан екен. Кримхильданы шын сүйген жас батыр Зигфридтің бір құпиясы осылай ашылады. Бұл жанжалды жауыз Хаген өз пайдасына шешеді. Ол Брюнхильданың кегін қайтармақшы болып тілек білдіреді. Бұған Зигфридтен Брюнхильданы қызғанып жүрген Гюнтер де қарсылығын білдірмеді.
Осылайша Зигфрид қызғаныштың құрбаны болады. Бір күні алдауға еріп аңға шыққан жас батырды Хаген қабыда қастандықпен өлтіреді. Сөйтіп, ол Кримхильдадан Зигфридтің барлық байлығын тартып алады. Қайғыға батқан Кримхильда сұлу сүйген жары Зигфридтен айырылған соң ағасы Гюнтер мен Хагеннен кек алуды ойлайды. Сүйгенінің артынан қара жамылып, қаза қайғысын жеген сұлу әділеттің арқауы болған Аттиладан сүйеніш табуға бел буады. Өзінің сенімді адамдары арқылы Аттиламен байланыс жасап, өз ниетін білдіреді. Сүйіктісінің кегін ала алмай қан жұтып отырған адамға көмек қолын созу азаматтық борышын деп білген Аттила жәрдемдесуге шешім қабылдайды. Осындай жағдайлардың нәтижесінде екеуінің арасында жақсы қарым-қатынас орнады. Ол бірте-бірте сүйіспеншілікке ұласып, Аттила өзінің адамгершілік және ер жігіттік қасиеттері арқылы Кримхильданы өзіне тәнті етеді. Біраз уақыт өткен соң Кримхильда сұлу ғұн ордасының қағаны Аттилаға тұрмысқа шығады. Ғұндар патшасы Аттиланың ол кезде әйелі қайтпас сапарға аттанып кеткен еді. Оның үстіне ол Кримхильдамен танысып біліскелі бері көңілі кетіп ғашық болады. Кримхильда сұлудың да тұрмысқа шығатын адамы жігіттің сұңқары Аттиладай-ақ болсын. Дегенмен Аттиланың ордасына келсе де, бұрынғы жұбайының кегі Кримхильданың ішін жегідей жеп, соны ойлаумен болады. Аттилаға арқа сүйеген Кримхильда Зигфридтің ала алмай кеткен кегін қайтару үшін бір күні өз туыстарын қонаққа шақырды. Бургундияның даңқты төрелері ғұн ордасына жиналып, Кримхильда ұлан асыр үлкен той жасайды. Ұлы думан той үстінде кенеттен төбелес басталып, бургундиялық төрелер бірінен соң бірі ғұн жігіттерінің қолынан соққыға жығылды. Аттиланың қол астына қараған Берндік, Осткот, Дитрих Гюнтер мен Хагенді тұтқынға алады. Ішінде кек қатқан Кримхильда екеуінде жазалауды талап етеді. Тіпті Зигфридтің байлығын қайтарудан бас тартқан зұлым Хагенді Кримхильда сұлу өз қолымен өлтіріп кегін алады. Аттила тек ғұндарға ғана емес, барлық халыққа қорған болған кішіпейіл патша болды. Герман тайпаларының талай корольдердің балалары бастарына күн туған қиын кезеңде ғұн ордасын паналаған. Сондай-ақ көптеген герман тайпаларының Аттиланың қолы астында болғаны тарихи шындық.